Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын шоколадты мраморный печенье дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды саламыз. Қант қосамыз. Лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Какаомызды қосамыз. Разрыхлитель қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды 2-3 бөліп салатын боламыз. Мінекей, бізде осындай қолға жауыспайтын өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымызды демалуға 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды грек жаңғағының көлемінде бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен шамамен 20 граммнан бөліп алдым. Содан кейін қант ұнтағына видеода көрсетілгендей домалатып аламыз. Печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіретін боламыз. Өз пешіңізге қарай ориентир жасасаңыздар болады. Мінекей, біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі өте тез дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.